Базарларда пияздың бағасы қанша қазір? Базардағы пияздың бағасы ауданда, қалада қанша? Айтшы маған. Базарда Нақтай. Менде ақпарат бар, әдейі сұрақ. 20 теңге мен 45 теңгенің ортасында тұрады. Айналайын 20 теңгеден пияз жоқ па базарда? Кім айтты саған? Қайықтың тауып 20 теңгеден деген. Күліп жатыр жұрттар. Дұрыс айтады. Қайда 20 теңге? Кім айтты? Кім айтты 20 теңгеден? Мен дәл қазір қолымда мониторингісін бәрін қалдырып кеттім. Қалай алдында сұраған. Айналайын. Қалай қалдырып кеттім? Сіздерді мен түсінбеймін осыда, көбісіңді. Жаңа экономика, қаржы басқармасынан бастап память жоқ па сендерде сонда? Пияз деген бір рет көрсең базарда 80 теңге тұрса, мынаранда 80 деп сақталып қалмай ма? Сен қалай жұмыс істейсің онда? Ешқандай памятің жоқ болса, бір себепті сақтамайтын болсаң, қалай сонда? Түсінбеймін жаңа. Бюджетке сияқты жаңа, экономика сияқты, қалай білмейсіңдер, түсінбеймін. Бір экономика өтсең, біразын сондайсыңдар ғой, ешқандай цифрды сақтамайсыңдар ойларыңда. Қанша базарда? Орташа баға. Кім айтады? 80 мен 130. Вот 80 мен 130 өткенде сіз солай баяндадыңыз маған. Енді сол базарға апарып 30 теңгеден қойып отырсаң, бәрі сізден алады ғой. Анау да түсіреді ғой, сосын жұрт неге істемейсіз? Істеп жатырмыз. Жеткіліксіз. Кім? Салтанат. Әлеуметтік желіде шыққан болсы істеп жатқан жұмыстар мен тапсырып едім ғой, бірақ та бар. Жәрмеңкелер ғана шыққан. Жоқ, жәрмеңке жеткіліксіз. Осындай 30 теңгеден базарларға шығарып, мөлтек аудандарға шығарып жатқандар шықты ма, шыққан жоқ па? Неге шықпайды? Неге шықпайды? Тапсырма берілді ғой. Тапсырма неге орындалмайды? Аудандарға да айттым. Мен өткенде 4-ші күн ма, 5-ші күн ма жиын өткізіп. Айналайындар. СПК-дан алып кетіңдер. СПК сіздерге жеткізіп береді. Соны орталық базарларға шығарыңыздар. Мөлтек аудандарда сатыңыздар. Бағаны көрсетіңіздер. Қаншадан сатып атқандарыңызды. 30 теңгеден арзан сатып атқандарыңызды. Әлеуметтік желіге жариялаңыздар. Неге орындалмайды? Өңірдегі өршіп кетуі мүмкін жағдайлардың алдын алу бойынша тиісті тапсырма облыс әкімі тарапынан берілгенімен оны құлаққа іліп жатқан басшы жоқ көрінеді. Әкімнің айбаттанып сонша сөккеніне қарағанда дәл солай болып отыр. Осы жұмысты сіздерге мен 10 күн бұрын тапсырдым. Кеше осыдан 4-5 күн бұрын аудан әкімдеріне тағы да тапсырдым. Бақыт Дүйсенұлы 5 рет айттым. Сол жерде осы әңгіменің бәрі айтылды. Базарда пияздың қымбат екені жөнінде, 120 теңге екені жөнінде. Сол жерде ауданның орталығындағы базарларға, қаладағы базарларға, мөлтек аудандарға 30 теңгеден қойып сату жөнінде, сол кезде базардың бағасы түсетін жөнінде бәрі түсіндіріп айтылды. И оны әлеуметтік желіде жариялау жөнінде айтылды. Сіздер ішінара жасап отыр екенсіз. Ол жұмысты көрсетпейсіз. Мен көрсет десем де. И басқа аудандар бұған басында ұртпайды.